Бір түні қалада Джон үйіне әйелі Каренге оралады. Алайда олар көп сөйлеспейді. Және кешкі асты бөлек бөлмелерде ішеді. Олардың қарым-қатынасы айқын түрде бүлінген. Дегенмен олар бірге жаңалықтарды көруге отырады. Және тез таралып жатқан жұқпалы ауру туралы естиді. Джон мұны ірі фармацевтикалық компанияның пайда табу амалы деп ойлап, тіпті вирустың шығуына да соларды кінәлайды. Бірақ Карен оның теорияларына мән бермейді. Джон ұйықтар алдында тапсырмаларды тексеретінін айтқанда, Карен бір нәрсе айтпақ болады. Бірақ әңгімені ертеңге қалдыруды жөн көреді. Келесі таңертең Джон төбесіне тым жақын ұшып өткен ұшақты естиді. Ол шатырға зақым келтіріп, жақын маңға құлайды. Дәл сол сәтте Карен ақыры сөйлескісі келеді. Бірақ Джон оқиғаны тексеруге кетіп қалады. Ол Кареннің ажырасқым келеді деген сөзін естімейді. Сыртқа шыққан Джон ғимараттың бір шетіне құлап, үлкен өрт тудырған ұшақты көреді. Көршілері оған жұқтырған адамдарды тістеп жатқанын айтады. Сонда ол үйге оралып, Каренге бәрін түсіндіреді. Ал сыртта сиреналар үздіксіз соғылып тұрады. Терезеден қарап, олар жұқтырғандардың зомбиға айналып, адамдарға шабуыл жасап, оларды жеп жатқанын көреді. Жұп дереу жаңалықты қосады. Ал Карен тілшілердің үйден шықпаңыздар деген хабарын тыңдап отырып, ішімдік ішеді. Олар азық-түлікті тексеріп, қоры тым аз екенін. Карен көрші пәтерден азық-түлік алып келуін сұрап, дәлізде қауіпсіз болатынын, және енді ешкім заң бұзушылықтарға мән бермейтінін айтады. Сондай-ақ кезекпен барып тұруға уәде береді. Бір сәттен кейін Джон азық-түлікпен оралып, көршілердің есігі ашық тұрғанын айтады. Карен де баруға келіседі, бірақ алдымен дулыға қолғап киіп, аяқ киіміне пышақ байлап алады. Шығар алдында ол Джонға шкафтан көшетін жәшіктерді шығарып қоюды тапсырады. Оларды заттарды жинауға пайдаланба. Карен азық-түлікпен қайтып келгенде, Джон жәшіктерді ажырасу үшін алған ба, әлде тек сақтау үшін бе деп сұрайды. Карен тек «иә» деп жауап береді. Кейін ол Джонды көршілердің үлкен теледидарын алып келуге жібереді. Сол кеште жаңалық жүргізушісі бұл соңғы хабар тарату екенін айтып, жағдай тұрақтанғанда қайта оралатынын мәлімдейді. Барлығына үйде болуға және өзгелермен физикалық байланыс жасамауға кеңес береді. Әскер адамдарды эвакуациялап жатыр. Сондықтан құтқару қажет адамдар терезелеріне белгісін қою керек. Жаңартулар түскі сағат 3-те радио арқылы жарияланады. Жұп терезелеріне таспамен белгілерін салып қояды. Сол түні тікұшақ ұшып өтеді, бірақ оларды байқамай кетеді. Келесі күні таңертең Джон Каренді тағы да заттармен келе жатқанын көреді. Карен ұйықтай алмағандықтан көрші пәтерлерді аралап шыққанын айтады. Өйткені олар қанша уақыт қамалып қалатынын білмейді. Джон пандемия біткен соң барлық затты қайтарып береміз деп уәде беруін талап етеді. Және Кареннің сәнді көйлектер сияқты қажетсіз заттарды алғанына көңілі қалады. Содан кейін Джон зомбилер кіріп кетуі мүмкін деп қорқып, өзін қорғаудың амалдарын іздейді. Мысалы, жеңіл тұтатқыш пен аэрозоль баллонын пайдаланып, уақытша от шашқыш жасайды. Ол пәтердегі барлық пышақтар мен балғаларды, сондай-ақ көрінуді қиындату үшін үн жинап алады. Сағат 3-те радиодан үкімет өкілі пандемияның себебі әлі анықталмағанын және әлемнің кейбір бөліктерінде ғана таралғанын хабарлайды. Электр жарығы мен суды үзбеу үшін жұмыс қызу жүріп жатқанын уәде етеді. Өздерін бірдеңемен айналыстырып, уақыт өткізу үшін жұп карта ойнай бастайды. Джон тарихта қара обаның өзінен кейін де адамзат қайта қалпына келгенін айтып, бәрі бір күні қалыпты жағдайға оралады деп сенеді. Алайда Карен оның осындай үздіксіз позитивті көзқарасынан жалығып, таңертең болса да ішімдік іше бастайды. Джон оны осы әрекеті үшін сөккенде, Карен бір жыл бойы күн сайын ішіп жүргенін, ал Джонның мұны байқамағанын айтады. Ол оның артынан баланың бөлмесіне барады, және ақыры екеуі көптен бері айтылмай жүрген шындық жайлы сөйлеседі. Анық болғандай, олардың сәби қыздары қайтыс болған, және сол уақыттан бері екеуінің де өмірі өзгеріп кеткен. Карен енді өздерінің де көп ұзамай өлетіндеріне сенеді. Бірақ Джон екеуінің бұл жағдайдан аман шығатынын айтып сендіреді. Қауіп төнген жағдайда дайын болу үшін жұп бірге жаттығу жасай бастайды, дегенмен Карен ішімдікті тоқтатпайды. Бір түні ол есік жақтан дыбыс естиді, ал Джон бұл құтқару тобы шығар деп ойлайды. Бірақ ол есікті ашқанда, зомби ішке ұмтылып, екеуі жабылуға тырысып, оны итеріп жабады. Түстен кейін радиодан ғалым вирусты оқшаулап, вакцина әзірлеуге тырысып жатқанын хабарлайды. Жаңалықтардың жетіспеушілігі екеуіне қатты стресс тудырып, олар темекі шегіп сабырға келмек болады. Қарапайым темекі жеткіліксіз болғандықтан, Карен жұмыс орындағы айғақтар бөлмесінен ұрлап әкелген күштірек заттарын көрсетеді. Джон қатты абыржиды, бірақ Карен оны қорқақ дегенде, ол да ұнтақты қолданып көреді. Карен оның бұл әрекетіне риза болып, кейін жұмысынан алып келген заңсыз есірткілердің үлкен қорын
және тапаншаны шығарып көрсетеді. Сондай-ақ соңғы рет екеуінің жақындасуы Кареннің кекс ішіне есірткі қосуы арқылы болғанын мойындайды. Бұл Джонды басқа заттарды да байқап көруге итермелейді. Жұп кешті кассеталар көріп, ішімдік ішумен өткізеді. Келесі күні таңертең Карен атыспен сынған дыбыстан шошып оянады. Джон тапаншамен жаттығып жүріп, Кареннің анасы сыйлаған тостағанды сындырып алған екен. Джон Кареннің анасын ұнатпайтынын еске салса да, Карен ашуланады. Дәретханаға барғанда ол тағы бір құтқару тікұшағы көшелерінен ұшып өтіп кеткенін көреді. Таңғы ас кезінде Джон кешегі жағдай оған үлкен ой салғанын айтып, ұзақ уақыт қамалып қалуға дайындалу керектігімен келіседі. Олар сынған тостағанның бөліктерін есік алдына шығарып қояды да, ішімдікті пайдаланып, молотов коктейльдерін көптеп жасайды. Жаттығуды жалғастыра отырып, екеуі есірткі қолдануды да доғармайды. Сағат 3-те олар радионы қосады, бірақ ешқандай хабар болмайды. Дәл сол сәтте есікті біреу қағады. Жұп балғаларын ұстап, есікті сәл ғана ашқанда көршілері Лео мен Эмилиді көреді. Лео мен Эмили өз жағдайларын түсіндіреді. Ұшақ құлағаннан кейін кір жуатын бөлмеде қалып қойған. Ал олар шыққанша зомбилер пәтерлерін басып алыпты. Сынған тостаған сынықтарына қарап, бұл жерде тірі адамдар бар деп топшылаған екен. Қонақтар 2 күн бойы тамақ ішпегендіктен Джон мен Карен ас үйге кетеді. Екі жұпта сыбырлап, өзара реніштерін білдіре бастайды. Эмили Леоға Кареннің сәбиін жоғалтқаннан кейін және енді бала көтере алмайтынын білгеннен кейін есінен адаса бастағанын айтады. Сондай-ақ ол Кареннің кір жуатын бөлмеден өзінің жазбаларын алып тастағанына шағымданады. Ал Карен Джонға олар азықты өздері үшін сақтау керектігін және Эмилидің кір жуатын бөлмеге ашулы стикерлер толтырып тастағанын айтып шағымданады. Джон көмектесу керек деп сенеді, ал Карен тамаққа ұнтақ қосайық дейді, өйткені ол аштықты басады. Кешкі ас ішкеннен кейін Эмили Кареннің үйіндегі теледидар мен көйлектердің өзінікіне ұқсайтынын байқайды. Карен олардың жоспары қандай екенін сұрағанда, Лео егер қаламаса, кетеміз дейді. Бірақ Карен оларды шығарып жіберуге батылы жетпейді. Лео тазалыққа жақсы екенін айтады, ал Карен олар көмектесе алады деп жауап береді. Кештің қалған бөлігін олар ішімдік ішіп, әңгімелесумен өткізеді. Эмили Леоға Джонмен қызу пікірталасуға рұқсат етпей, оны сыпайы болуға мәжбүрлейді. Иықтар кезде Лео мен Эмили еденде жатуға тура келетініне таң қалады. Тісін жуып жатқанда Карен Джонға қонақтардың өзін жоғары санайтынын айтып, ренішін білдіреді. Себебі олардың пәтерінде қосымша бөлмелер бар. Дегенмен ол оларды шығарып жібергісі келмейді. Өйткені пандемия аяқталғаннан кейін көршілердің оларды көмектеспеді деп сөгуінен қорқады. Сол түні Карен қонақтарды әдейі ыңғайсыз жағдайға қалдыру үшін Джон мен әңгіме барысында және қарым-қатынаста қаттырақ әрекет етеді. Эмили мұны бәсеке ретінде қабылдап, Леомен бірге әдейі қаттырақ мінез көрсетеді. Келесі таңертең Эмили ванна бөлмесін ұзақ уақыт босатпай, Каренді әдейі күттіріп қояды. Таңғы астан кейін Карен қонақтарға тамаққа айырбас ретінде үйді тазалауды тапсырады. Жұмыс кезінде Эмили тазалау өзін төмендететін жұмыс екенін айтып наразылық білдіреді. Лео барлығына көнген дұрыс дейді, және тіпті кетіп қалуға да болатынын айтады. Бірақ Эмили кек алғысы келіп, түнде Джон мен Каренді иықтап жатқанда басып алуға келіседі. Тазалықтан кейін Карен мызғып жатқанда, Лео мен Эмили қазір әрекет ету керек дейді. Бірақ Карен олардың әңгімесін естіп қойғандықтан, Джонды басқа бөлмеге алып кетіп, күдіктеніп отырғанын айтады. Лео мен Эмили оларды өлтірмекші деп ойлап, екеуі бірінші болып әрекет етуге шешім қабылдайды. Карен қонақтарға жасырын түрде есірткі қосылған пешенге таратады. Бастапқыда оларды аздап шошытпақ болған. Алайда мөлшерін шамадан тыс қолданып қойғандықтан, Лео мен Эмили пешенені көп жеп, диванда есінен танып кейін қайтыс болады. Қылмыс жасағандарын қабылдай алмай, Джон мен Карен жүйкелерін басу үшін есірткі қолданады. Бір кезде олар Лео мен Эмилидің қайта тіріліп жатқанын естіп, зомбиға айналып бара жатқанын түсінеді. Карен бірден тапаншамен оларды атып тастайды. Содан кейін олар мәйіттерді басқа пәтерге апарып тастайды да, қалған күнді есірткімен өткізеді. Түнде ұйықтау үшін тыныштандыратын дәрі ішіп, қатты ұйқыға кетеді. Осы кезде құтқару тікұшағы айналып ұшып, тірі қалғандарға жарық жағып белгі беруін сұрағанымен, екеуі естімей қалады. Келесі күні таңертең Карен өмірдің кез келген сәті соңғысы болуы мүмкін екенін айтып, өз болмысымен өмір сүргісі келетінін білдіреді. Олар есірткі қолданып, екеуі ара жақындасып, ұзақ уақыт бірге болады. Моншада отырып, Карен бәрі аяқталған соң бала асырап алғысы келетінін айтады. Ал Джон бұған келіседі. Екеуі бір-біріне деген сүйіспеншіліктері әлі де сөнбегенін мойындайды.
және қарым-қатынастарын қайта қалпына келтіруге үміттенеді. Олар романтикалық кездесу кешін ұйымдастырады. Джон сәбиінен айырылғаннан кейін бар назарын жұмысқа бұрып, отбасын екінші орынға қойғанын мойындайды. Ал пандемия оған өмірдің шынайы мәнін түсіндірген. Романтикалық фильм көріп болған соң, олар жақындай бастаған сәтте кенеттен есік қағылады. Сырттан өзін құтқару тобы деп таныстырған дауыс естіледі. Карен есікті ашқанда, 3 қарақшы ішкелап қойып, оны ұрып құлатады. Біреуі Джонды пышақпен қорқытып, бағалы заттарды жинауға мәжбүрлейді. Ал басшысы Каренді жатын бөлмеге сүйреп әкетеді. Бірақ Карен сәтті пайдаланып, оның бетіне ұн лақтырып, шап беріп тепкілейді. Содан соң қайша алып, шабуылшының мойнын бірнеше рет жаралайды. Қалған 2 қарақшы көсемінің жағдайын көруге келгенде, ашуланғанымен Джон тапаншамен кіріп келіп, екеуін де атып тастайды. Жұп қарақшылардың денелерін басқа пәтерге апарып тастайды да, ішімдік ішіп отырып жағдайды түсінеді. Кенет шынайы құтқару тобының дауысы естіледі. Екеуі терезеге жүгіріп, назар аудартуға тырысады, бірақ кеш болып кеткен еді. Олар дәлізге шығуға шешім қабылдағанда, зомбилерге толы екенін көреді. Джон балғамен соғысып, бетіне қан жұғады. Бірақ бұл жол ашуға жеткіліксіз болғандықтан, олар қайтадан ішке кіріп, терезеге барады. Бірақ тікұшақтар ұшып кеткен еді. Карен қорқып кетеді, өйткені азық-түлік аз қалған. Джон біраз тынығып алып, жоспар құрамыз деп уәде береді. Түн ортасында Карен оянып кетіп, Джонның барлық қару-жарақты қайрап, фонарларды жаңа батареялармен дайындап жатқанын көреді. Джон мен Карен қорғаныс үшін арнайы киім киіп, бір-біріне сүйіспеншілік сөздерін айтып сүйіседі. Содан кейін олар пәтерден шығып, зомбилер тобының арасынан өтуге тырысады. Бірақ зомбилердің саны тым көп болғандықтан екеуі амалсыздан қайта үйге қайтады. Үйге оралған соң, Карен аяғынан тістеліп қалғанын мойындайды. Джон оны бірден жұбатып, егер тірі болып қалса, айналмайтынын айтып сендіреді, және фармацевтикалық компаниялар жақында вакцина жасап, ақша табуға тырысатынын еске сала. Сол түні Карен бұрын жақсы көретін шараптың дәмін ұнатпай қалғанын байқайды. Қорқынышты түс көріп оянған Карен пәтерден кетуге тырысады. Джон оны тоқтатқанда, Карен ішіндегі түсініксіз, бақылаусыз аштық сезімін түсіндіреді. Сонда Джон өзінің қанын стақанға құйып береді. Карен оны тез ішіп, аштықтың азайғанын сезеді. Ол Джон үнемі қан бере алмайтынын айтып, бұл мәселені ашық көтереді. Джон ашуланып, бұл оның таңдауы екенін, және көмек келгенше күту керек екенін айтады. Кейін ол Каренді құшақтап, ашуланғаны үшін кешірім сұрайды. Карен оның қан иісін сезетінін мойындап, жараны орап тастауын өтінеді. Карен ваннаға түсіп отырып, өз өмірін қию туралы ойлайды, бірақ оған батылы жетпейді. Джон оған тағы бір стақан қан әкеліп береді, ал Карен оны бірден ішіп қояды. Сол түні екеуі ешқандай зат қолданбай-ақ жақындайды. Келесі күні таңертең Джон төсектің бос екенін байқап оянады. Ваннада Кареннің хаты жатыр. Ол Джонға бірге өткізген өмірі үшін алғыс айтып, зомбиға айналып кетуден қорқатынын жазған. Ол Джоннан баланың бөлмесіне баруын өтінеді. Джон сол бөлмеге кіріп, қабырғаға шынжырланған зомбиге айналған Каренді көреді. Оның мойнында "Сүй мені, өлтір мені" деген жазуы бар тақтайша ілінген. Көз жасына ерік берген Джон пандемиядан кейінгі болашақ туралы қиялын айтып береді. Содан кейін ол қайғысын басу үшін ішімдік ішіп, тапаншасын алып, әйелін атуға дайындалады. Бірақ дәл сол сәтте терезедегі белгісін көрген әскери топ пәтерге кіреді. Бала бөлмесіне кірген сарбаздар Джон мен Кареннің екеуі де зомбиға айналғанын, және қолдарын бірге таспамен орап қойғанын көреді. Капитан мұны махаббат деп атап, сарбаздардың бірі жаңа заңды дауыстап оқиды. Зомбилер азамат болып саналмайды, ал қоғамдық тәртіпті сақтау үшін оларды атуға рұқсат етілген. Сарбаздар Джон мен Каренді атып өлтіреді де, пәтерден кетіп қалады.